Мынау үйленіп, отбасылы болып, бала-шаға бағып, өсіріп жатқан бауырларыма айтар едім. Еш уақытта дастархан басында, міне мен мысалы үйлендім, менің әйелім отыр, бала-шағам отыр, менің әке-шешем отыр ма? Мына әйелдеріңізге айтыңыздар. Еш уақытта дастархан басында отқан кезінде балаң бұзықтық істей ма, жоқ еркелеткісі келе ма, еш уақытта әкең айтам деген сөзді айтпасын. Ол ата-анасы, әкесінің ата-анасы жоқ жерде айта беріңіз, әкең айтам. Бірақ әкесінің әке-шешесі отырған кезде бар ғой, мына кісілердің адресімен сөйлеңіздер. Бұрын білесіздер ме, аталарымыз атасының баласы, апасының баласы деп сөйлейтін болған. Өзің ойлашы, дастархан басында отырсын, сенің әке-шешең қартайған, кім бізге қарайды екен, әйтеуір жалғыз қалып кетпейміз бе екен деп уайымдап отырған адамдарға ше, мына келіншегің отырып алып, біздің баламыз, әкесінің баласы деп отырса, мына кісілер жайлап бөтен сүй береді. Көңіліне тиеді олардың. Жігіттер, еш уақытта ата-аналарының көңілін қалдырма деген нәрсе бар ғой, осы жерде мән беріледі. Дастархан басында бала-шағаңды әрдайым үйрет ана қатыныңа. Атаңа айтам, атаңа айтам, апаңа айтам газ. Атасының баласы, апасының баласы, атасынан кейін жейді, апасынан кейін жейді. Бәрін атасының адресімен. Байқайсыз ба, қазір бір балдарға кім баласысың десең, әкемнің баласымын, шешемнің баласымын деген сияқты. Бұрын білесіздер ма, кім баласысың десе, атамның баласымын. Ол үйде авторитет, атасы тұғын. Апамның баласымын. Неге? Өйткені мынау әке-шешесінің өзі атаң, апаң деп үйретіп тастағанда бәрінше. Жігіттер, сол үшін айтып жатырмын ғой, мынау үйретейік осылай. Сен апаңның баласысың, сен атаңның баласысың. Әкең айтам емес, апаң айтам, атаңа айтам, жаман болады деймін деген нәрсе бар ғой. Осы нәрсені дұрыс қараңызшы, өзіңіз ойлаңыз, дастархан басында отырсын. Атасы отыр, апасы отыр, немерелер отыр, нерде келін отыр, балдар бір қателік істеген кезінде, атаң айтам газ, апаң айтам, атаң мен апаңның алдында мынандай нәрсеге ұялмайсың ба десеше, ана апа мен ата марқайып қалмай ма? Бір көңілін көтеріп қоймайсыз ба? Қалай ойлайсыз?